Меккеде өлген адамдарды жерлемейтінін білесіз ғой. Иә. Бір мусорға апарып бәрін бір жерге тастайды. Бірақ адам оны қатты ол жағында ойлана қоймайды. Мысалы Меккеде жүрген адамдарды көріңізші, бір-біріне жармасып, тығылысып, соны өліп кетеді, жүрегі қысылып. Әйелдер мен еркектер жабысуға болмайды, тұтасуға болмайды дейді. Бірақ ана жердегі былықты көрсеңіз, ана бір кішкентай күмісті жалатылғанды сүйіп жатқанды көрген кезде мен қайдағы гигиена туралы айтады, қайдағы қатынас туралы бұлар айтып жатыр деген сұрақ болады. Арабтардың дастарханын көрсеңіздер, дастархан үстінде аяқпен жүріп тамақ беріп жатқанын көріп, олардың қандай судан бір дәрет алып жатқанын ішіп, соны тісін жеп жатқанын көресің да, былай қайсың, қалай бұл елден үлгі алып жатырмыз деген менде жоқ. Соған қарап адамдар ойын түзей алмай ма? Сол жаққа барып келген кезде адамдар ойланады, мына не істеп жатыр, мен қай жерге келдім деп адам ойланбай ма? Кім сияқты ғой, мысалы шықты ғой Қасқырды, ой мен сән ғой Қасқырды қолмен ақ ұстаймын дейтін кісі кім еді, бір танымал. Сол кісі сияқты барып келгеннен кейін ол кісі ойланды, тоқтар, мен қайда келдім, не бұл деген сияқты. Сол сияқты мен ойлаймын, барып келген кезге адам ойлану керек шығар, мен бармай ақ көріп отырмын, мынаның болмайтын деген сияқты.